Не үшін дін өзбек ханнан қалған дейміз? Және шаман тәңірші хақында. Жошы ұлысына 14 ғасырда Шыңғыс текті мұсылман ханзада Өзбек хан болды, және ол бүкіл алтын орда жұртын ислам қабылдауға шақырды. Кейбір буддист шаман ханзадалар Қытайды билеп жатқан буддист ұлық орда, яғни Құбылай ордасымен бірлесіп Өзбек ханды жоймақ болды. Бірақ Өзбек хан пірінің медетінде айласын асырып, оларды жайратып салды. Шаман буддист ханзадалар кірерге тесік таппай Қытай жаққа қашты немесе ислам қабылдады. Ал бір бөлім шаман түркі моңғол рулары суға салса да ислам қабылдамай қойды. Ал Өзбек хан оларды қалып қалғандар, яғни қалмақ деп атады. Қалмақ осылай пайда болған. Олар кейін Құбылай ордасы Қытайда құлағанда Қытай жақтан Алтайға ауып келген шаман буддист ойраттармен қосылып кетті. Барлығы жоңғар аталынып, тибеттік буддист сеніміне кірді. Шаман сенімін тастады. Олар кәпір қалмақ деп те аталған. Осылай шаман сенімі қалмақ ойраттар арасында жоғалып, шаман сенімі Сібірдегі аты белгісіз ұсақ руларда ғана қалды. Ал олардың бұл сенімін алғаш рет ғалым Мұхаммад Қанапия, яғни Шоқан Уәлиханұлы тәңір сенімі, яғни тәңірші деп атады. 18 ғасырда Қытайды жаулап жатқан шүршіттер жоңғарды аямай қырып салды. Жоңғардың саны 600 мыңнан 60 мыңға түсіп қалды. Осы кезде көптеген жоңғарлар қазақ ханы Абылай ханның рақымына ие болып, малшы, қойшы, құл ретінде бас сауғалай қазаққа сіңіп кетті, исламға кірді. Бертінде орыс батыс ғалымдары ойрат, жоңғар, қалмақ, қалқаны қосып моңғол деп атады. Содан бері олар моңғол ұлты аталды. Өзбек хан жұрты арқадан Маураннахрға келгенде өзбек деп аталынды. Ал осы өзбектер кейін өзбек және қазақ болып екіге бөлінді.